Туған күнінде 3 саны бар адамдар бұл әйелдің қолынан міндетті түрде өледі. Бұл танымал жапондық хоррор фильм. Кутисаки Оно ол танымал жапондық демон. Ол көшеде әрдайым медициналық маска тағып жүреді. Неге? Өйткені оның аузы жыртылған. Ол көшеде қолына пышақ және қайшы ұстап, мүлдем кінәсі жоқ адамдарды өлтіреді, шабуыл жасайды. Ол көбінесе балаларды ұстап бастайды, өйткені ол өмірінде ешқашанда ана болмаған. Қызғаншақ күйеу оны қылышпен аузын кесіп тастаған көрінеді. Ол өзі шабуылдайтын адамға алдымен жақындайды да, мен әдемімін бе деп сұрайды. Оны көрген адамдар иә деп жауап береді. Ол маскасын шешеді, содан сұрайды, әлде солай ма деп. Содан оған шабуыл жасайды. Ол өлтіретін адамдардың көпшілігіндегі туған күнінде 3 деген саны бар адамдар. Фильмнің аты «Женщина с разрезанным ртом».